сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Windows сайты тағы обновление болып жатыр. И көпшілігінде жаңағы Windows сайты, яғни Windows программасы телефоннан өзінен өзі автоматты түрде жойып кетіп жатыр. Яғни Play Market'тің защитасы бар, сол өшіріп тастап жатыр автоматты түрде. Сондықтан соны қалай өшірмейтіндей жасау керек, соны айтайын сіздерге. Бұрында соңғы обновление 6.53 болса, қазір 6.54-ке көтерілді. Яғни тағы да обновление сұрап жатыр. Обновление жасамас бұрын, егер сізде телефоныңызда өшіп кеткен болса, бірінші, егер өшпеген болса да телефоныңызда тұрған болса, өшіп кете беретін болса, Windows сайтын өшіріп тастаңыз телефоннан. Сосын мына Play Market'ке кіресіздер. Мына Play Market бар ғой, осыған кіресіздер. Кіргеннен кейін мына жерде мынау сіздің аккаунтыңыз болады, мына жерде. Мына бар ғой, осыны басасыздар. Басқан кезде мына жерде Play защита деген болады. Осыған кіресіздер. Кірген кезде мына жерде настройка деген тұрады. Настройка тұрады. Осыны басамыз. Мына жерде мынаны өшіріп қоямыз. Өшіріп тастаймыз осын. Бүйтіп бассақ, отключить деп басып қоямыз. Болды, өшті. Осылай өшіріп қоясыздар. Болды, сосын енді Chrome'ға кіріп, жаңа сайттан скачать етіп аламыз. Мына жаққа көрейік. Pindodo app деп жазамыз. Енді осыны бет ашылады. Осы жерде, егер сіздерде осындай полный версияда тұрса, браузерлеріңіз, осындай жазуға шығады мынандай. Ол кезде мынаны басасыздар. Мына тұрға осыны басасыздар. Егер ондай жазу шықпаса бұндай, онда мына жерде үш нүкте тұр ғой, осыны басасыздар да, мына ПК версия тұр ғой, галочка тұр, менде көрдіңіз бе? Егер сіздерде осындай жерде галочка жоқ болса, осы жерге былай галочка қоясыздар. Қазір мен алып тастайын. Міне, мобильный версия болып қалды, көрдіңіздер. Егер мобильный версияда осылай болып ашылса, қазір абраманы жасап жүрейік. Ол кезде мынаны басасыздар. Егер бұндай ештеңе шықпаса, онда жаңағыдай ПК версияға ауыстырасыздар. Яғни мына жерге галочка қоясыздар, мына жерге галочка қоясыздар. Үстінен басасыздар. И осындай мындай өзгереді сосын. Сол кезде мынаны басамыз. Мынаны басамыз. Осындай бет ашылады, көрдіңіздер. Содан кейін барып, мына скачать деген басамыз. Егер сіздерде мынандай бет ашылмаса, мынандай бет, осы бетке кірген кезде бұндай болып тұрмаса, мынаны тағы бір өзгертесіздер. ПК версияны галочканы алып тастаймыз қайттан. Міне осындай өзгереді, көрдіңіздер ме? Міне, осылай өзгереді, мобильный версия. Осындай болып ашылса сіздерде, мынаны басасыздар, мынаны. Міне осыны басамыз. Осындай бет ашылады. Содан кейін барып, мына жерде мынандай сары кнопка пайда болады. Осыны басамыз. Мына астында мына жерде. Мынаны басамыз. Бізде скачать деген шығу керек. Қазір менде программалар бар. Менде скачать басталды. Көрдіңіздер? Скачивание басталды. Болды, скачать етті. Енді открыть деп басамыз. Мынаны басамыз. Енді установить приложение деп шықты. Установить деп басамыз. Не үшін бұл сайттан көрсететін? Өйткені бұл официальный сайт, Windows сайтының. Басқа да сайттарда бар Windows программасы скачать етуге. Бірақ олар Windows сайтының құрамы өзгерген болуы мүмкін да. Вирус енгізіп қойған болуы мүмкін. Сондықтан официальный сайттан скачать еткен дұрыс болады. Официальный сайттан скачать еткеннің өзінде жаңа Google Play бар ғой, жаңа Play Market защитасы, оны жойып тастап жатыр. Установка болды, енді upgrade деп басамыз. Осындай болып ашылады. Разрешить деп басамыз. Мынаны басамыз мына жерде. Басқан кезде сіздерде мына жерде осындай шығуы мүмкін да. Мына жерге 8705 608 05 деп жазса, мына жерде бассаңыз басылмайды, көрдіңіз. Мына жерде плюс 86 деген болып шығу керек та. Ондай жоқ. Ол жағдайда мына свернуть етіп тастаймыз мына сайтты. Мына жерде свернуть ететін кнопка болады ғой. Соны басамыз да былай. Былай жауып тастаймыз. Барлық программаны жауып тастаймыз. И Windows сайтына қайтадан кіреміз. Қайтадан кіреміз. Міне, мынандай жазу шығады ғой. Осыны жазу шықса, уже болды деген сөз. Плюс 86 шығады деген сөз. Сосын мынаны басамыз. Міне шықты, көрдіңіздер. Мына плюс 86 деген өшіріп тастаймыз да. 7 қоямыз да. Сосын мына жерге нөмірдің жалғасын жазамыз. Сосын қызыл басамыз. Код келу керек телефонға. Соны жазамыз.
маған код келген жоқ. Қайтадан қызылды басып сұратамыз, тағы сұратамыз. Міне код келді. Копировать етіп аламыз. Емізге қоямыз. Міне автомат түрде кіріп кетті өзі Windows сайтына. Осылай шығып кетсе, мынаны басамыз. Артқа шығып кетеміз. Болды, міне Windows сайты істеді. Ары қарай қолдана берсеңіздер болады. Сосын бұл жерде қараңыздар, енді бұл жерде версиясын көрейік. Настройкаға кіреміз. Ең астына түсеміз. Мынаны басамыз. Бізде міне көріңіздер, ең соңғы версиясы 6.54. Осындай болу керек сіздерде. Егер сіздерде 6.53 болып тұрған болса, онда сіздер мынаны басасыздар. Мынаны басып обновление жасайсыздар. Қазір менде уже соңғы версиясы, сондықтан обновление сұрап тұрған жоқ. Болды, соны артқа шығып кетеміз. Дәл осы инструкция бойынша жасасаңыз, Windows сайтыңыз телефоннан өшпейтін болады вообще. Сосын жақын арада бұйыртса Play Market'тен Windows сайт қайтадан пайда болатын болады. Сол кезде жаңағы Google защита дедік қой, Play Market'тегі, соны қайтадан қосып қоясыздар. Негізі ол қосылу тұрған дұрыс болады негізі. Қазір енді бізге Windows сайты ондай қатты ол өзі тудырмайды деп айтып жатыр. Бірақ сонда да сіз басқа программа тартқан кезде ол Google защита қосылып тұрған дұрыс болады. Өйткені неше түрлі программалар бар, телефонды бұғаттайтын, не болсам взломать ететін. Сондықтан жаңа Play Market'те пайда болады ғой Windows сайты, сол кезде қайтадан жаңа Google защитаны қосып қойсыздар. Яғни мына жерде. Міне осыны выключить деп қосып қойсыздар. Пока что қосудың қажеті жоқ, мына галочканы қойып қоясыз мына жерге. Түсіндіңіздер ғой? Солай достар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызға бөлісіңіздер. Жаңа кімнің Windows сайты телефоннан автоматты өшіп кетіп жатыр, осы видеомен бөлісіңіздер. Сау саламат болыңыздар.